жетсе құдай куә бетімді көрмей кетеді. Мені тірідей өлтірме. Оның үстіне сенен жасырын қолымды қозғалтуға хақым жоқ па? Сен мұны қайдан біліп қойдың, соны айтшы. Қайдан білді деп ойлайсың? Қайдан білдің? Өйткені бұл үйді біздің компаниялардың бірі жалға алыпты. Ау? Сәл тез етейін, е? Давай. Сен мұны қайдан біліп қойдың, айтшы? Қайдан білді деп ойлайсың? Қайдан білдің? Өйткені бұл үйді біздің компаниялардың бірі жалға алыпты. Атов! Михұлы Атов! Мұның артынан із қалдырмай өзім реттеуім керек еді. Сенің есалаңының жынға қандай қасына мыйсыз қатынды алып үйден қашып кеткен жоқ па? Үйде тыныш отырса сол күні кеш батпай-ақ оларды қалаға алып келмек болғанбыз. Ұқтың ба енді? Ой, әкең, сонша созған нес? Сәл, бас емес, сәл бір-екі сөйлем, Сенің есалаңының жынға қандай қасына мыйсыз қатынын алып, үйден қашып кеткен жоқ па, Хусейн? Үйде тыныш отырса, сол күні кеш батпай-ақ оларды қалаға алып келмек болғанбыз. Солай ма, әке? Иә? Әке, келініңіздің аяғы ауыр. Ал сіз қолына қару кезінген адамдарға туған ұлыңыз бен келініңізді ұрлап әкетуге әмір беріпсіз. Жоқ, әке, мен сіздің ақыл есіңізде ақау бар ма деп күдіктене бастадым, рас айтам. Сіз мұндай адам емессіз, мұндайға баратын адам емессіз ғой. Хусейн, ол шыңғару емес қой. Солай ма? Маған бұны ертерек айтпайсыз ба? Әке, олар шыңғару ма, өтірік пе, оның қайдан біледі? Мұныңыз ақылға сыймайды. Бұл барып тұрған ақымақтық. Бұның ақылға қонымды жағы былай. Қазір саған түсіндірейін. Бұл екеуі бір үйде оңаша қалған соң татуласады дегенбіз. Бір-біріне құлақ асып тіл табысады. Соңында татуласатын болған. Неге? Соққы. Оларды ол соққы татуластыру керек болған. Мен солай ойладым. Сосын не деп ойлағам? Біздің Күлия қыз еш нәрседен тайсалмайды ғой, жеңілмейді, бой бермейді. Алайда ақыры не болды? Қырсыққанда осы жолы шошынып қалыпты. Егер мұны олар естейтін болса бар ғой, әке? Жоқ. Егер олар естейтін болса, әбден миды аштыңдар, адамды жынды қылатын болдыңдар, әке. Жоқ, ондайды айтпа, миыңды қатырма, жынданба, оны бұлай ойла, көзіме тура қара. Хусейн, айналып кетейін, маған қараш, бұл өз арамызда қалсын. Тура осында екінші мәселе бар емес пе? Сол сияқты құпия. Келістік пе? Келістік қой, иә? Хусейн, келістік пе деймін? Жоқ, әке. Неге жоқ? Олардан кешірім сұрайсыз. Кәрім мұны жылы жаба салмайды. Рас айтам, көресің. Мұның соңына түседі. Бір аптада бар шындықтың бетін ашады. Ештеңе біле алмайды. Мен бір абзац астына түсіп оқып кеттім. Бәсе, неге түспей жатыр деймін. Жоқ, әке дегеннен бір. Дұрыс кеттік. Жоқ, әке. Неге жоқ? Мен мұны Кәрімге айтуым керек. Бұлай болмайды. Әке, енді не істейтініңізді білесіз бе? Оларға барып бар шындықты. Әке, құдай үшін мені тыңдаңызшы. Жоқ, өтінем, мені тыңдаңыз. Олардан кешірім сұрайсыз. Кәрім мұны жылса... Осы жерін бер салым. Олардан кешірім сұрайсыз. Кәрім мұны жылы жаба салмайды. Рас айтам, көресің. Мұның соңына түседі. Бір аптада бәрін шынды... Демалмай сөйлеп атқан аймынаның, Мұның соңына түседі, бір аптада бар шындықтың бетін ашады. Ештеңе де біле алмайды. Неге дейсің бе? Неге? Өйткені барып... Неге? Өйткені мен дәлелдердің көзін жойдым. Бәрі келді. Көзін жойдым. Бұл оқиғаны бұлай түсіндіреміз. Махмұттың өші. Махмұт өш алмақ болған. Мұны бәріне Махмұт өш алмақ болды деп айтамыз. Түсіндің бе? Махмұттың ісі. Хусейн, шаңырағымыз шайқалады. Рас айтам, онсыз да екеуі сөйлеспейді. Ана есалан Кәрім барып қызға тиіседі. Оған барып, сен қанша жылдан бері әкем екеуің бірігіп алып маған орғаздыңдар. Өмір бойы мені аш салақандарыңды ұстадыңдар дейді. Біз бұлай істейік. Әлгі Айнұр Айлин мәселесі бар емес пе? Айнұр Айлин мәселесі. Айлин? Иә, Айлин мәселесі. Жаңа ғана содан еш жиған жоқпыз ба? Біз бұлай істейік. Менен берісіш.
Мен бірнеше күн... осы жерді қайтадан. Мен бірнеше күн мына жерде қамалып отырам. Мені ешкім көрмейді. Ал сен үйге барып үйдегілерге құлақ қағыс етесің. Мен сенің әкеңмін. Хүсейін, мен сенің әкеңмін. Осы құпиямды. Осы құпиямды сақтай алмасаң, онда өлгенше мен сені кешірмеймін, Хүсейін. Ұқтың ба? Ал ендігісін өз ой елегіңнен... Еще раз, ал ендігісін. Ал ендігісін өзің ой елегінен өткізіп бар, Хүсейін. Әке, осы қылығыңызды қойыңызшы. Бұдан бұлай мені былықтарыңызға араластырмаңыз. Енді қайталамайым. Әке, басқалардың өміріне... Давай тездетейін.